Құрметті студенттер, бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы, презентацияда көріп тұрғандарыңыздай, химиялық және фармацевтикалық технологияның негізгі процестерін жіктеу және сол процестердің материалдық және энергетикалық балансын есептеу. Жалпы біздің сабағымыздың атауы химия және фармацевтикалық өндірісінде қолданылатын үрдістер мен аппараттар. Сіздерде солай сабақ атауы. Дегенмен біз бұл сабақта дәрілік препараттарды шығару үшін қолданылатын химиялық процестер және фармацевтикалық процестер жайында сөз қозғайтын боламыз. Және сол процестерге дәрілік препараттарды жасау үшін және өндіру үшін екі шығын болады. Бізде ғылыми тілде баланс деп жазылған. Енді сіздерге ол сөзге шығын деген дұрыс, материалдық шығын және энергетикалық шығын. Неге? Себебі біз бір дәрілік препарат шығарған кезде оның шығынын есептемей, біз қанша расход кеткенін біле алмаймыз. Неге? Ол расход кетуін білу үшін біз бір дәрілік заттың өзіндік құнын есептеу үшін. Біз фармацевтикалық өндіріс технологиясының студенті болғандықтан, біз дәрілік препаратты жасап келіп, мынау 1000 теңге болады деп айта алмаймыз ғой. Тура сол сияқты солардың шығындарын есептеу керекпіз. Кеттік. Жалпы біз неге тоқталамыз? Ең бірінші процестің негізгі жіктелуі. Біз қалай жіктейміз оны? Жалпы химия өнеркәсібінде өндірілетін әртүрлі процестің салдарынан шикізаттар химиялық әрекеттесу нәтижесінде оның агрегатты күйі, ішкі күйзелістер және сыртқы факторлары ұшырайды. Неге ұшырайды? Яғни кездейсоқ факторларға. Осы факторларды анықтау үшін белгілі бір физикалық, химиялық, механикалық және химиялық процестерден тұрады. Осы процестердің жалпы неге керек? Фармацевтикалық өндіріс технологиясында біз бір дәрілік препаратты шығару үшін қандай химиялық этаптан өтеміз? Сол химиялық этаптан кейін ары қарай фармацевтикалық өндіріс орнында біз дәрілік препарат жасау үшін қандай үрдістерді қамтимыз? Осы үрдістер бойынша сөз қозғайтын боламыз. Жалпы бұл дәрісімізде біз екі терминді ұмытпағанымыз үшін. Кейбір жерде үрдіс деп аталады, кейбір жерде процесс деп аталады. Бұл үрдіс дегеніміз қандай да бір нәтижеге нақты жеткізу жолын айтамыз. Сіздер, мысалы, біз өзіміз бір жұмысты бастаған кезде цел қоямыз ғой, тура сол цельге жету үшін бізде осы өндіріс саласында да үрдіс деген бар. Ол үздіксіз, яғни қозғалып жүріп отырады. Осы үрдіске жету үшін, ол біздің фармацевтикалық өндіріс саласында ол үрдіс деген, ол соңғы өнім. Ол соңғы өнім дегеніміз, студенттер, ол сіздің жасап жатқан дәрілік затыңыз, дәрілік препаратыңыз. Сол препаратқа нақты үрдіс процесс арқылы жүзеге асырылып отырады. Ол жерде процесс кезінде не бір факторлар әсер етуі мүмкін. Жаңа айттық қой, физикалық химиялық факторлардың ішінде оның агрегаттық күйі, pH, идентификациясы деген сияқты небір факторлардан өтіп отырады. Енді осы факторларды біз немен тоқтатамыз және олардың алдын алу үшін қандай аппараттарды қолданамыз? Ең бірінші аппарат. Бұл жұмыс кеңістігі кең спектрлі болады. Яғни үздіксіз қозғалыста отыратын, үнемі өзінің іс-әрекетін жоғалтпайтын, яғни сіздің жаңа үрдісіңіз, мақсатты өніміңізді алу үшін үздіксіз жұмыс істеп отыратын жерін айтамыз. Неге? Себебі фармацевтикалық өндіріс саласында бізде үлкен экстракция, диффузия, кептіру, еріту және тағы басқа. Неге экстракция деп айтып жатырмыз? Экстракция әрбір дәрілік заттың несін қандай экстрагенттік қатынас арқылы және оны неден аламыз? Біз дәрілік өсімдік шикізаттан ба, немесе синтездік субстанциялардан ба, немесе синтездік жолмен ба алынатын? Яғни сол туралы сөз болады және олардың қандай машинада, қандай механикалық күштер жұмсалғанын анықтайтын боламыз. Жалпы процесс, бұл сабақта процестің 5 түрі бар. Ол қатып қалған. Біреу бірінші гидромеханикалық, екінші механикалық, үшінші жылу алмасу, төртінші масса алмасу, бесінші химиялық, биохимиялық деп аталады. Неге? Себебі гидромеханикалық дегеніміз, студенттер,
судың қатынасы арқылы біз фармацевтикалық өндіріс саласында тазартылған суларды ажырату үшін біз осындай этаптардан өту керекпіз. Гидромеханикалық процесс, механикалық жылу алмасу, масса алмасу, химиялық, биохимиялық. Неге? Себебі осы 5 процесті білмей біз оның несін материалдық және энергетикалық балансын есептей алмаймыз. Энергетикалық баланс Q әрпімен белгіленеді, материалдық баланс G әрпімен белгіленеді. Материалдық баланс соңғы өніммен бастапқы өнімнің қосындысы болатын болса, энергетикалық баланс сіз өндіріс орнында қандай аппаратпен жұмыс істедіңіз, ол аппаратыңыз қандай ток күші арқылы, оның жиілігі қандай. Мемлекет фармакопеясының бірінші томында ток күшінің негізгі электрлік күші деген несі бар, бөлімі бар. Сол бөлімдер бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Бүгін біздегі бірінші лекциямыз осымен аяқталды. Енді екінші лекциямызды бастаймыз.